Барлығына уақыт емші. Мен бағана ол айтып жатырмын кездесуде. Қазір бір ұрпақ ауысса, тіл деген мәселе өзімен өзі шешіледі. Осыдан 30 жыл бұрын қандай едік? 20 жыл бұрын қандай едік? 10 жыл. Қазір әр жылда қарасаң, мемлекеттік тілдік пайдалану тетігі, оның жаңағы өсіп-өнуі жап-жақсы қарқын алып келе жатыр. Ендігі қазірге жатқан ұрпақ үш тілде еркін сөйлейді. Бала тілді көп білген сайын, ол өзінің ана тілінде сөйлеуге махаббаты арта түседі. Сондықтан енді бір ұрпақ ауысқан уақытта тіл деген мәселе өз шешімін табады деп есептеймін. Бағана сол қойған жаңағы орыс азаматы ғой, сол уайымдап жатыр. Мен айтамын, сіздің балаңыз қазақ тілін қалай айтса, лучше всех сөйлейді деп сөйлейді. Мені үйретіп жатыр деп сөйлейді. Бірақ маған қонбайды деп сөйлейді. Мен үйрене алмай жүрмін деп сөйлейді. Ал енді оның баласы сөйлеп тұрса, ертең баласының баласы немере сөйлесіп тұрса, ол әулет өзімен өзі сөйлейді. Сондықтан біз бұдан қорықпауымыз керек. Сондықтан қатар қолданылады деген ұғымда бұрынға қарағанда көп бір жетістіктің бірі деп есептеймін.